Баршаңызға сәлем достар. Сіздер Алибаба, Алладин, Синдбад сынды тарихи кейіпкерлердің шын мәнінде мұсылмандар болғанын білесіз бе? Осынау ислам тарихындағы танымал тұлғаларға келер ұрпақ еліктеп, мұсылмандар солар сияқты болмауы үшін оларды қазіргі таңда бізге өтірікші, айлакер, қарақшы жауыз адамдар ретінде көрсетіп бағуда. Біз бүгін сіздерге осылардың арасындағы ең ерекшесі болған барлығыңызға капитан Джек Парабей, яғни теңіз қарақшысы туралы шындықты баяндайтын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Барлығымыз сүйіп көретін теңіз қарақшылары фильміндегі басты рөлдегі капитан Джек Парабейдің рөлі шын мәнінде мұсылман теңіз әскерінің капитаны болған Джон Уордтың өмірінен алынғанын сіз білесіз бе? Ол 1553 жылы Англияның оңтүстік шығысында балықшы отбасында дүниеге келіп, жастық шағының біраз бөлігін балықшылықпен өткізген. Оның өмірін түбегейлі өзгерткен Испания мен Англия арасында орын алған армада соғысы болды. Бұл соғыстың орын алу себебі Англияның королі католик дінінен бас тартып, протестандық дінге өтуі, Рим папасы мен христиан дінінің бетке ұстар мемлекеті Испанияның ашуын туғызуы болды. Жалпы сол уақыттағы заңдылыққа сәйкес ел билеушісі қай дінге өтетін болса, халықта сол дінді ұстануы міндеттелетін еді. Сол уақытта билік негізгі христиан папаларда болды. Әрі олар Англия патшасын сатқын деп жариялап, оның қол астындағы халыққа оған бағынбауға болатынын ескерте отырып, Испания мемлекетіне Англияға шабуыл жасауына рұқсатын берді. Бұл соғыста Испания флоты бастағанымен жау тарапынан ауқымды қарсылыққа тап болып, кері шегінуге мәжбүр болады. Олардың теңіз әскерін толық жойып жіберуді қалаған Англия оларға қарсы шабуыл жасағанымен жорық ойдағыдай болмады. Осы соғыстан кейін Англия патшасы теңіз қарақшылары әрі балықшылықпен айналысатын барлық халыққа Испания кемелерін тонауға рұқсат берген. Осы сәттен бастап Испания кемелеріне ауқымды шығын келтіріп, оларды жаулап алумен ел арасында Джон Уорд таныла бастады. 1603 жылы Елизавета бірінші қайтыс болғаннан кейін, оның орнына келген жаңа патша Испаниямен соғысуды қаламауы себепті теңіз қарақшыларына Испания кемелеріне шабуылдауын тоқтатуын бұйырды. Сол сәттен бастап Джон Уорд өзінің қарақшылығын тоқтатқанымен, басқалар өз қарақшылығын жалғастыра берді. Кейін патша Джон Уордты теңіз әскері қатарына мәжбүрлеп қосты. Джон Уордтың теңіз әскері қатарына қосылуға қарсы болуы себебі айлық дұрыс төленбеуі әрі жерастың жоқтығы еді. Англия тарихшылары осы бір жағдайда былай суреттейді. Сол уақытта теңіз әскері болудан гөрі түрмеде өмір сүру әлдеқайда оңай болған. Себебі жерасыңмен жатар орның бар, уайымсыз болады деседі. Кейін Англия католиктері мол байлықпен бірге Испанияға қашып кеткені туралы хабар тарайды. Сол уақытта Джон Уорд патша бұйрығымен олардың соңына түсіп, кемелерін жаулап алады. Алайда олар естігендей байлық кемеден табылмайды. Осы бір сәтті пайдалана отырып, Джон Уорд өзінің сарбаздарымен бірге Англияға қайтудан бас тартып, Жерорта теңізіне жол тартады. Ол Жерорта теңізіндегі флоты ең мықты Алжирге барғанымен, оларда жылы қарсы алмайды. Оған себеп Алжирдің қаншама жыл католиктермен болған соғысуы себепті бұларға сенімсіздікпен қарайды. Бұл жерде тұрақтап қала алмасын білген Джон Уорд Жерорта теңізіне қайта шығып, бірнеше жыл уақытын теңізде қарақшылықпен өткізеді. Теңізде жиған байлығын христиан елдеріне апарып сата алмасын түсінген ол Мароккоға қарай жол тартып, сол жақта сауда жасайды. Ол осы сауда-саттықтың нәтижесінде су үстінде күннен күнге күшейе түседі. Кейін өздеріне құрлықтан жер керек екенін түсінген Джон Уорд 1606 жылы Тунис еліне барып, өздеріне жер беруін, оның қарымтасына христиан теңіз жасағынан елді қорғайтынын айтып келісімге отырады. Сол уақытта Тунис елі Османлы империясының құрамына кіретін еді. Осы келісім арқылы Османлы өздерінің теңіздегі әскери күшін жаңа деңгейге шығара алған еді. Арадан біраз уақыт өткеннен соң капитан өз еліне Англияға қайтқысы келіп, патшаға хат жолдайды.
Бірақ патша елге қайтып оралған жағдайда жазаға тартылатынын айтқандықтан, Джон Уорд өзінің ендігі уақыттағы отанын Тунис деп санайды. Арадан жылдар өте келе Джонның есімі, ерліктері барша жұртқа тарап, атағы асқақтай түседі. Осы бір сәтте Англия билеушісі оны елге қайтадан шақырып, ешқандай жаза қолданбайтынын айтып, өзінің қолбасшысын Туниске елші ретінде жібереді. Бір қызығы, елші болып барған барлық адам Туниске жеткесін Джон Уордтың жағына өтіп кетеді. Бір өзі қалған генералға Джон Уорд: «Патшаңа былай деп айт, егер ол өз елінде патша болса, теңізде патша менмін деп жеткіз» дейді. Осы сәттен бастап Англия халқы оны батыр ретінде көріп, құрметтей бастайды. Себебі патша салықты көбейтіп, халықты әбден титығына тиіп болған еді. Османлының қолбасшысы Кара Османмен бауырдай болып кеткен Джон Уорд 1609 жылы исламды қабылдап, есімін Усуф Рейс деп өзгертіп, шариғат талаптарына сай өмір сүре бастайды. Ол өзінің бас пайдасы үшін емес, шын жүрегімен исламды қабылдаған еді. Егер ол кезінде жер алып тұрақтап қалу үшін мұсылмандарға жағымпаздануды қаласа, араға 2 жыл уақыт салмасан, Туниске келген бірінші күні-ақ исламды қабылдаған болар еді. Оның мұсылман болғанын естіген Англия патшасы оны өлтіруге адамдар жалдағанымен, бұл жоспары жүзеге аспай қалады. Кейін жұрт оның соңынан кетуден қорыққан патша ел арасында түрік болып кеткен христиан атты кітаптар жаздырып, оны жұртқа жауыз сатқын ретінде көрсетіп, оның есімін тарихтан сызып тастауға талпынды. Ол ел арасында тараған оба ауруын жұқтырып алуы себепті 1622 жылы Тунисте дүние салды. Қазіргі уақытта ол жайлы ақпараттарды Англияның ресми архивтерінен Джон Уорд есімімен таба аласыздар. 2003 жылы түсірілген «Пират Карибский море» фильмінің негізгі сценарийі осы бір жанның өміріне негізделе отырып түсірілген. Англия тарихи фильмдерді қанша жерден жақсы түсіретін болса да, дәл осы тұлға жайлы фильмдер жоқ. Бұлардың тарихы жайлы фильмді Walt Disney, яғни американдық компания түсірген. Әрі фильмге жасырын белгілер де қосқан. Мына бір суреттен сізден сол уақыттағы Османлының туының бейнесін, әрі мұсылманша өсірілген сақал сынды жасырын белгілерді байқай аласыз. Еуропа бізді сол бір батыр мұсылмандарға еліктемесін деп, қолынан келгеннің барлығын жасап бағуда. Ал сіз осы уақытқа дейін бұл фильмнің мұсылмандарға қандай да бір байланысы бар екенін білген бедіңіз? Пікіріңіз төменге қалдыра кетіңіз. Бұл тұлға өмір жолы бұрмаланған жалғыз тұлға емес. Егер басқа да жандар жайлы білгіңіз келсе, видеоны достарыңызбен бөлісіп, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздер үшін оттаймыз.